Қазір жақсы балалар, бізде қазақ тілі сабағы. Біз бүгін қазақ тілі сабағында қызықты білім әлеміне саяхат жасаймыз. Олай болса, біз тақтаға қарай қойып, бүгін біздің тақырыбымыз жұрнақ пен жалғау. Олай болса, мен сендерге қазір осы саяхатымызда неден бастаймыз, қандай топ боламыз, соны білу үшін сендерге мынадай үйлестірмелі қағаз таратам. Соны алып қарастыра қойыңдар сендер. Бірінші топқа мынадан сурет құрастырыңыздар. Сендер құрастырыңдар. Қандай топ болсын мен? Жоқ, ауа тобы. Жақсы. Тобы? Жақсы, өте жақсы. Сендерде қандай сурет шықты? Жер тобы. Жақсы. Олай болса, кәне, сабағымызға әрі қарай жалғастырайық. Жарайды, жақтырмай қойыңыздар. Жақсы. Тұра берсін. Сонымен балалар. Оқуымызды ашайық, кәне. Алихан, Диас, бер қараймыз, оқулыққа қарайық. Оқулықтағы мәтінге қарайық. 77-ші жаттығуға қараңдаршы. Қараңдар. Мәтінді оқып, жұмбақ шалдың не дегенін болжап айтайық. Оқыңызшы, Әсел. Бала, сендер сияқты оқушы бала, денсаулық еліне саяхатқа бармақшы болады. Олар жолда жұмбақ шал деген атайға кездеседі. Содан ол балаларға жер, күн, ауа туралы жұмбақтар қояды. Олардың қандай пайдасы бар екенін табыңдар дейді. Сендерге ауаның бізге қандай маңызы бар екенін, күн тобына күннің қандай маңызы бар екенін, мынаны постер құрастырыңдар балалар. Құрастыра қойыңдар. Жабыстырамыз. Мынау жердің бізге не пайда беретінін туралы сөйлеуге дайындалыңдар. Үшінші топ, бер қараңдар, түсініп алыңдар. Жердің бізге қандай пайда беретінін түсінікті ма?
Болдыңдар ма? Жақсы. Қолымызды қайда? Тариса, бірге жоғарға тұрайық. Жақсы, өте жақсы. Енді отырайық. Енді бірінші топ келіңдер мына жерге. Ана жасағандарыңды алып шығып қорғай қойыңдар, кел. Келіңдер, мына жағына тұрыңдар. Тұра бол. Әдет бастай ғой өзің. Тақырыбың қандай? Ауа. Ауаның бізге қандай пайдасы бар? Айтып шықшы ал. Ауа болмаса біз демала алмаймыз. Ауа болса біз демала аламыз. Жақсы, бекжан айта ғой. Ауа тағы не береді бізге? Ауа бізге Ана суретте не бар? Не жабыстырып қойдың? Мына ненің суреті? Гүл не үшін гүлге ауа керек па? Иә. Керек. Гүл ауа болмаса не? Ауа болса Иә. ауаны тазартады. Иә, дұрыс-ақ, өте жақсы. Адам деген демалғанда немен тынысталады ол? Ауамен, Тынысталады. оттегімен тыныс алады да, көмірқышқыл газын шығарады, иә? Оны өсімдіктер сорып алады, иә? Ауаны тазарту үшін. Өте жақсы. Олар өсімдіктер көмірқышқыл газын сорып алып, өзіне таза ауаны не істейді екен? Шығарады екен, дұрыс-ақ екен. Тыңдап отырыңдар, балалар, сендер де айтасыңдар қазір. Тағы да ауа не үшін керек, әсел? Жануарларға тыныс үшін. Иә, дұрыс. Олар ауа болмаса, олар өліп қалады. Жақсы, өмір сүруін тоқтатады. Дария, сен не айта аласың? Ауа барлығымызға не істейді екен? Керек екен. Өте жақсы. Үш шапалаққа. Бірінші топқа. Өте жақсы. Отыра қойыңдар. Екінші топ келе қойыңдар. Күн. Нешізге? Жарық үшін керек. Иә, дұрыс-ақ. Нұрасыл тағы күн не үшін керек бізге? Күн бізге жылу береді. Дұрыс-ақ. Амир. Күн болмаса бүткіл жер ғалам шары қатып қалады. Дұрыс-ақ, өте жақсы. Біз күннің көзін көреміз. Иә. Мына суретте. Нұраша, келе қойшы мына жерге. Мына жерде. Мына күннен не істейді? Иә. Өседі. Өсімдіктер өседі, дұрыс-ақ. Жақсы. Ал өсімдіктермен нелері қоректенеді? Жануарлар қоректенеді. Ал жануарларды не істейміз біздер? Қорғаймыз. Иә. Жануарлардың етін талғамға пайдаланамыз ба? Иә. Ал мына жерде келе ғой менің сезім. Мына ненің суреті? Ағаш. Ағашты не істейміз біздер? Неге пайдаланамыз ағашты? Ағашты отын жағуға. Дұрыс-ақ. Сосын, мына біздің парталарымыз, жиһаздарымыз неге жасалады? Ағаштан жасалады, үйдің құрылысы да өте жақсы. Нұрсәуле, мына жерде, мына не ол жердегі? Ол жердің астында екен, иә? Мына жердегі барлық қалдықтар, өсімдіктер жиналып, олар отынға айналады екен. Өте жақсы. Отыра қойыңдар. Үш шапалақ аламыз, үш топқа. Келе қой. Айта қой, Әлихан. Жер болмаса біз өмір сүре алмаймыз. Иә. Жер болмайды. Иә, дұрыс. Еркена, сен айтшы. Жер бізге не береді? Жер бізге Жер біздің екінші үйіміз, анамыз деп айтайық, иә? Біз иә, жер анамыз, дұрыс. Жер ғаламшары болмасақ біздер өмір сүре аламыз ба? Үйлеріміз ұшып кетеді космосқа.
Жақсы, өте жақсы. Дияс, не айтасың сен? Иә, дұрыс. Ал сурет туралы сымбат не айтасың сен? Жерге. Кел, мына жерге тұра ғой. Көрсетші мына. Иә, көрсете ғой. Дұрыс, бақша, өсет. Біздер соны пайдаланамыз. Айым кел ғой. Иә, мына жерде не бар? Иә, ағаш. Жерде ағаш өсет. Сонда біздің жер, біздің екінші үйіміз. Ислам, сен не айтасың? Иә. Иә, дұрыс, өте жақсы. Отыра, үш бала құрайық, кәне? Өте жақсы. Ал енді балалар. Мына жерде біздер 78-ші жаттығуды қарайық. Өлеңді қатесіз көшіріп жаз дейді. Жазайық, кәне барлығымыз, қаламымызды аламыз, қолымызды көлге қоямыз, әдемілеп жазамыз. 78-ші жаттығуды жазамыз. Жазалым. Әдемілеп жазайық. Наны жазалы дәптерге. Тездетіп, көшірейік балам, тездетіп. Әдемілеп. Барлығымыз қаламымызды қойып. Қараңыз, экранға назар аударыңыз.
балықшылар деген сөзде балық түбі, жұрна, жалғау. Жақсы. Міне біздің автобус та келді. Ал олай болса, сонымен не түсіндік балалар? Жұрнақтың жалғау. Иә. Балықшылар деген балық. Жұрнақ қалай жасалады сонымен? Балықшылар. Яғни жұрнақтың белгісі қандай? Үш бұрыш екен дұрыс-ақ. Ал жалғаудікі төрт бұрыш екен дұрыс-ақ. Жұрнақ деген сөзді өзгерте ма? Қайсысы өзгертеді? Жұрнақ өзгертеді, жалғау өзгертпейді, сөзге жалғанады. Өте жақсы. Ал енді орнымыздан тұрайық, сезім сәтін жасаймыз. Бәріміз деп былай жасаймыз. Жасаймыз. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Мына түбір деген атайдың екі немересі болыпты. Біреуі жұрнақ, біреуі жалғау деген. Енді осыған қосымша деген атай келіп, көрші атай келіп айтады. Маған орманнан жеміс теріп әкеліп беріңдер. Сосын кім көп жеміс көкөніс тереді, соған мен жаңағы өзімнің батамды берем дейді. Енді сендерге мына жерден бір-бірден жеміс таратып берейін ормандағы атайға. Жаңағы соны ана жерге артындағы сөзге қараңдар, түбір қосымшасын ажыратып, жұрнақ жалғауын табамыздар. Қаламмен таба береміз.
жақсы. Келесі, мынау албытта қобыз ш дейді. Қобыз түбірі ш дегенде жұрнақ, дұрыс-ақ. Мына жерде орындар. Дар деген ол жалғау екен, қателескенсіңдер шиені. Мына жерде аңдар. Дар деген ол сөз өзгеріп тұр ма, өзгермей тұр ма? Өзгермей тұр, қателескенсіңдер мынада да. Кел оғы, бір-бірлеп, кел Нұрсәуле, кел. Келді, отырамыз, қалғанымыз бір-бірлеп шақырамыз, бір-бірлеп шақырамыз. Орындық түбірі қайсысы? Дық. Жоқ. Апар салағы бар. Кел әдет. Балықтар қайсысы? Балық түбірі. Ал қан деген өзгеріп тұрма түбірі? Жалғауға салағы. Кел Амир. Оқиғы. Түбірі қайсысы? Лық деген? Жұрнақ бар салағы. Молодец. Кел, Сымбат, кел. Айта ғой. Сөз өзгеріп тұр ма? Өзгермей тұр. Тұрса жалғау. Келесі. Таулар. Өзгермей? Өзгермей тұр. Тұрса. Жұмысшы. Жұмыс деген кәдімгі жұмыс. Ш деген адам. Өзгеріп тұр ма сонда? Өзгерет бар, жұрнаққа салағы. Кел, Әлихан. Оқиғы. Өзгермей? Я өзгермей, өте жақсы. Кел, Бекжан. Балалар, сөзді қоямыз. Кітапхана, түбірі қайсысы? Түбірі қайсысы? Кітап, қана, жұрнақ жақсы, өте жақсы салағы. Кел. Қобыздар. Өзгеріп тұр ма? Өзгермей тұр. Өте жақсы. Кел, Диас. Балықшы оқуға біреу өзгереді, біреу өзгермейді. Ананы салағы бар. Кел, Еркеназ, кел. Әнші өзгереді. Аңшы өзгереді. Ойыншық өзгереді. Үшеуінде салағы. Кел, Айым. Оқушы өзгеріп тұр ма? Өзгеріп тұр, бар салағы. Кел, Нұрайша, кел оғы. Оқиғыш, байлар түбірі қайсысы? Лар деген өзгермей тұр ма, өзгеріп тұр ма? Дұрыстар, салағы. Келе қойсам, біреу қалып қойма, кел, тез. Дәрия, келе қой. Әндер өзгеріп тұр ма? Өзгермей тұр. Өте жақсы. Келе қой. Кітаптар өзгеріп тұр ма? Өзгеріп тұрған жоқ. Отыра ғой. Сонымен жұрнақ пен жалғаудың біз жаңағы қосымша атайдың жеміс-жидектерге себетін толтырдық па? Толтырдық. Олай болса, сендерге рахмет айтты бұл атай. Енді мына жерде 79-ші жаттығуға қарай, 80-ші жаттығуға қарайықта, соны жаза қойыңдар мына жерге.
сурет жасайық. Орын не қосамыз? Жазамыз. Дұрыс. Талап. Көлге не қосамыз? Көл. Көлшік болады екен, я? Кішкене қателескен Бекзат Жамалы. Дұрыс. Көлшік болады, я? Көлшік болады мына жерде. Көтермей жазамыз. Жақсы. Ал енді мына жерде 81-ші жаттығуда қай бала не істеп отыр? Bir baba şak. Екі бала шахмат ойнап отыр. Я, біреуі шахматтан ұтылып жылап отыр, ал біреуі ренжіп тұр. Қайсысын жұбатар едім дейді. Я, не деп жұбатасың? Я, уайымдама. Дұрыс, өте жақсы. Өте жақсы айттыңдар. Ал енді балалар, біздер 79-ші жаттығуды мына жерде тірек сөздерді пайдаланып, күн тәртібі деген тақырыбында әңгіме құра дейді. Күн тәртібі дегенге. Күн тәртібін білеміз ба? Я, соларды пайдаланып әңгіме құрап келеміз. Сонымен бәріміз бері қарай, біз бүгін қандай тақырыппен танысақ? Жырна не істейді? Түбір сөзге жалғанып, түбірді ол сөзбен сөзді не істейді екен? Байланыстырады. Мына жерде тақтада, мына жерде жұрнақтар бар міне. Түбір, жұрнақ, ма деген, па, ба деген. Салғы, бірдемені алма, берме, қазба, жеме деген сияқты сондай жұрнақтар бар екен. Жақсы. Балалар, бәріміз бері қарай. Енді сабақ ұнады ма бізге? Бұлай болса, мына қол белгісін көрсетеміз. Бұлай болса, ұнаса бұлай көрсетеміз. Жартылай ұнаса бұлай көрсетеміз. Ұнамаса бұлай көрсетеміз. Түсінікті ма? Кәне барлығымыз көрсетейік. Өте жақсы ұнаған екен. Барлығымыз сабаққа белсенді